Баршаға сәлем. Түскі ұйқының маңызы. Алла елшісінің кезінде орындалатын бір негізгі ұнамды амал ол түскі ұйқы болған. Оны қайлула деп атайды. Яғни Алла елшісінің өзі айтқан қайлула жасаңдар, яғни түсте демалыңдар деген. Осы айтқан сөзі арқылы біз түскі ұйқының маңызы бар екенін көруімізге болады. Ал енді медицина түскі ұйқы туралы не дейді? Грекиялық ғалымдар медицина ғылымы зерттеу жүргізген. Сол зерттеу нәтижесінде түскі ұйқының пайдасы анықталған. Орта жас шамасындағы 61-62 жас шамасындағы 212 ер мен әйел алынған. Оларды екі топқа бөлген. Түсте ұйықтайтындар және түсте ұйықтамайтындар болып. Одан кейін осы түсті ұйықтайтындар адамдарды бақылап қараған кезде түсті ұйықтамайтындарға қарағанда олардың қан қысымының 5 мм сынап бағанасына түскенін анықтаған. Яғни, егер түсті ұйықтасаңыз, онда сіздің қан қысымыңыз төмендейді. Қан қысымыңыздың қалыпты жұмыс жасап тұруына жағдай жасайды деген сөз. Тағы бір зерттеу ол Швейцарияда жүргізілген. Ол кезде 3500 адам алынған. Зерттеу 5 жыл бойы жүргізілген. Сол зерттеудің нәтижесінде түскі ұйқы инфаркт пен инсульттың 2 есеге төмендететінін анықтаған. Архимед заңы бойынша да түскі астан кейін 1 сәт ұйықтап алу керек екен. Көптеген психолог мамандардың берер кеңесі де осы. Түсте адамның шаршайтын себебі тамақтанып алғаннан емес, қызметте жүрген жанның ағзасы сағат 1 мен 2-нің арасында ұйқыны қажетсінгендіктен. Тамақтанғаннан кейін көз шырымын алып, алайда сағаттап емес 15-20 минут қана диванға жайғасып демалсаңыз жетіп жатыр. Денеңіз демалып, ағзаңыз қабылдаған асты қорытып алады. Айтпақшы, осындай түскі уақыттағы ұйқы жұмыс істеу қабілетін 40%-ға арттырады. Егер жұмыс орныңызда демалып алуға мүмкіндік болмаса, назарыңызды басқа жаққа аударыңыз. Мәселен, әріптестеріңізбен бір шыны кофе ішіп, әңгімелесіп, соңғы жаңалықтарды талқылаңыз. Әйтеуір бір сәтке жұмысыңызға қатысы жоқ бір нәрсемен айналысып қойсаңыз, бойыңыз сергіп қалады. Немесе сыртқа шығып, таза ауа жұтып келіңіз. Сонда жұмысқа деген қызығушылығыңыз оянып, жақсы нәтижеге жетесіз. Ондай әдістерді пайдалансаңыз, жұмысыңыз жеңілірек өтеді. Қанша жұмыс күтіп тұрса да, көз шырымын алмай белсенділік артпайды. Дәрігерлер бұған сенімді. Себебі тағам арқылы ағзаға көмірсу ғана емес, глюкоза да көптеп тарайды. Адамды жайбарақат күйге енгізетін де дәл осы глюкоза. Ал көмірсу серотонин гормонының бөлінуіне ықпал жасап, бойыңыздың босаңсуына әкеледі. Есесіне сергектікке жауапты. Орексин гормоны аз бөлінеді. Атап өтетін тағы бірнеше себебі бар. Ұйқының аздығы, күнделікті тәртіпті сақтамау, нақты кестенің болмауы. Түскі асты аса көп мөлшерде жеген адамның күш-қуаты тамақты қорытуға кетеді. Сондықтан әлсіреп ұйқы қысу байқалады. Ұйқы қысы байқалған бойда мұндай жағдайдан шығудың дұрыс әрі маңызды жолы бір мызғып алу. Денсаулыққа ғана емес, қауіпсіздік үшін де аса қажет. Сонда ұйқы шайдай ашылып, ісіңіз өрге басады. Ал ең дұрысы жағдайды мұндай халге жеткізбеу. Біле жүріңіз, ас мәзірін таңдай білудің ықпалы зор. Жеңіл сорпа ішіп, түрлі салаттарды көбірек жеңіз. Жадыңызда ұстаңыз, ұйқы келтіретін тәтті мен қуырылған тағамдар. Мұндай ас глюкоза мен көмірсудың көзі. Ал көзіңізді мүлде аша алмай қалатын халге жетсеңіз, сізге кофе мен қою шай жедел көмек көрсете алады. Бірақ оларды жиі қолдану ағзаға зиян екенін ұмытпаңыз. Түсте қанша уақыт ұйықтау керек екенін тағы бір еске сала кетсем, 15 минуттан ары кетсе 30 минут ұйықтасаңыз жеткілікті әрі өте пайдалы. Терең ұйқы фазасына өтіп кетпесеңіз болды. Кейбір шет елдерде жұмыс істейтіндерге түсте бір сәтке ұйықтап алу міндеттелген екен. Жұмыскерлердің еңбекке қабілеттігін жоғарылату мақсатында.
Түскі ұйқының маңызды тағы бір пайдалары зейінді ашады, күйзелісті жояды, жүрек ауруларын азайтады, есте сақтау қабілетіңізді де арттырады. Ғалымдар ұйқыдан оянған адамның миын құрғақ ыдыс жуғышқа, яғни губкаға теңейді. Құрғақ ыдыс жуғыш суды тез сіңірсе, тыныққан ми да ақпаратты тез қорыта алады. Сондықтан оқушылар мен студенттердің күндіз бір рет тынығып алғандары дұрыс. Әрине сабақ үстінде емес, бастысы өз-өзін тежеу. Күндіз ұйқыңыз қанғанша ұйықтау адамға кері әсер етеді. Түскі ұйқының тағы бір пайдасы физикалық белсенділігіңізді арттырады. Тіпті түнде 8 сағат ұйықтап жүр дегеннің өзінде түсте көз іліп алу шаршауды басады. Күннің екінші бөлігіне белсенділік сыйлайды. Міне достар, түскі ұйқының маңызын білдіңіздер. Егер түсте ұйықтамайтындардың қатарынан болсаңыз, сүннетке амал етіп, түсте көз шырымын алып алыңыздар. Комментарийге түсте ұйықтайсыздар ма? Сол туралы жаза кетіңіздер. Ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Достар, каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Алда бұдан да маңызды, пайдалы ақпарат салатын боламын.